Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Хәлтерің қалай? Бүгінгі физика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабақты бастамас бұрын мынандай әдемі қанатты сөзбен бастағым келіп отыр. Жақсы өтілген бір сағаттық сабақ үлкен бір өнер туындысыдыр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Гук заңы және динамометр. Бізде өткен сабақта күш, деформация және де деформацияның екі түрі бар. Серпімді және пластикалық деформацияны өткен болатынбыз. Бізге берілген тапсырма бізде осы сұрақтарға жауап жазып келу болатын. Қазір сабақтың соңында осы үйге берілген тапсырманы сұрайтын боламын. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білімділік. Денеге әсер ететін күш пен дененің созылуына байланыстылығы, күшті өлшейтін арнайы аспап, динамометрлердің түрлерімен таныстыру. Дамытушылық оқушылардың көзқарасы, ойлау және сөйлеу қабілетін дамыту. Тәрбиелік сабақтан алынған теориялық білімдерін өмірде қолдануға үйрету. Яғни біз мектепке білім алу үшін келеміз, оқушылар? Дұрыс. Біз осы мектептен алған білімдерімізді практика жүзінде, яғни өмірде қолдана алуымыз керек. Сонда ғана бізде оң нәтиже беретін болады. Сабақтың түрі аралас, сабақтың әдіс деңгейлеп оқыту, сабақтың көрнекілігі интерактивті тақта, динамометр, кітап, тест материалдары. Жаңа сабақты түсіндіру. Серпімді дененің ұзаруы мен оның түсірілген күштің арасындағы байланысты 1660 жылы ағылшын физигі Роберт Гук анықтаған болатын. Кейінірек бұл анықталған байланыс бізге Гук заңы деген атпен белгілі болды. Бұл заң бойынша серпімді деформацияның шамасы созылуы немесе сығылуы түсірілген күшке тура пропорционал. Яғни F тең kx. Біздегі F kx-ға тура пропорционал болып тұр. Жоғарыда айтып өткендей, бізде 1660 жылы Роберт Гук өзінің серпімділік күші мен серпімді деформациясы арасындағы тәуелділікті анықтады. Ол өзінің анықтаған тәжірибесіне сүйене келе теориялық серпімділік күші мен серпімді деформацияны анықтау барысында нәтижеге жетті. Сондықтан да өзінің тәжірибесіне атау қойды. Оның Гук заңы деп атады. Денелердің деформациялануы нәтижесінде алынатын күші серпімділік күші деп аталады. Серпімділік күші деформацияға тура пропорционал болады. F тең kx минус kx. Қазір түсіндірем не үшін минус болғаны. F ауырлық күші минус mg. К бұл жерде қатаңдық, өлшем бірлігі ньютон бөлінген метр. Мұндағы алу таңбасы дененің деформациясы серпімділік күшіне қарама-қарсы бағытталғанын көрсетеді. Қарама-қарсы болса бізде минус таңбасы болады. Егер бағыттас болса бізде F тең kx деген формула болады. Серпімділік күші ауырлық күшіне қарама-қарсы бағытталған. Мына суретті байқасаңдар, біздегі mg дегеніміз ауырлық күшінің формуласы, мына жерде серпімділік күшінің формуласы. Осы екеуі бір-біріне қарама-қарсы бағытталған. Ал енді серпімділік күші не екендігіне тоқталайық. Серпімділік күші дене молекулаларының өзара әсерлесуінен туындайды. Жақындатып кеткенде молекулалар тебіледі, ал алыстап кетсе тартылады. Мына суретке қарасаңдар, жақындап кеткенде молекулалар тебіледі, ал алыстап кетсе тартылады. Деформацияға ұшырамаған денеге тартылу және тебілу күштері өзара төңкерілген. Оқушылар, біздің сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабақты қаншалықты қандай деңгейде түсінгендерің үшін білу үшін біз сендерге осындай тест тапсырмасын ұйымдастырдық. Қазір осы видео сабақты көріп болғаннан кейін осы тестті орындап шықсаңдар, және де комментарийға өз жауаптарыңды қалдырсаңдар болады. Сендерде бағалайтын боламын. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.